Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы теңіз астында. Жаңа сөздер: терең, сүңгуір, теңіз түбі, маржан. Ойланайық. Бірінші тапсырма: суретке қара, суретпен байланысты сөздердің тізімін жаса. Терең, тайыз. Сүңгуір, теңіз тасбақасы. Сүңгиді, жүзеді. Жаңа сөз үйренейік. Екінші тапсырма: берілген сөздерді суреттермен сәйкестендір. Бір суретті бірнеше рет қолдан. Экранда сіздерге суреттер берілген. Сол суреттерге қарай отырып, сөздерді сәйкестендірулеріңіз қажет. А нұсқасында: жарық, мөлдір, теңіздің беті, сүңгуір. Ә нұсқасында: жарық, мөлдір, теңіздің асты, сүңгуір, жарық түсіреді. Б нұсқасында: қараңғы, бұлыңғыр, терең, теңіздің асты, сүңгуір, теңіз тасбақасы, жақыннан көре алады. В нұсқасы: қараңғы, бұлыңғыр, терең, теңіздің асты, сүңгуір, жақыннан көре алады. Тапсырманың орысша нұсқасы. Сөйлесейік. Үшінші тапсырма: сөйлемдерді оқы, ұқсас сөйлемдер құрап айт. Теңіз астына қарағанда, теңіздің беті жылы. Құрлықтағы тасбақаға қарағанда, теңіз тасбақасы жылдам. Ұқсас сөйлемдер: теңіздің астына қарағанда, теңіздің беті жарық. Құрлықтағы жыланға қарағанда, теңіз жыланы жылдам. Жаттығайық. Төртінші тапсырма: берілген сөздермен сөйлем құра. Сіздерге берілген сөйлемдер: қызық, терең, тайыз, жарық, әдемі, бұлыңғыр, анық, мөлдір, жылдам. Үлгі: теңіздің асты құрлыққа қарағанда қызықтау. Теңізге қарағанда мұхит тереңдеу. Шалқар көлі Деркөл көліне қарағанда тайыздау. Теңіздің беті теңіздің астына қарағанда жарықтау. Теңіздің асты теңіздің үстіне қарағанда әдемілеу. Теңіздің ортасы теңіздің бетіне қарағанда бұлыңғырау. Теңіздің бұлыңғыр белдеуіне қарағанда жарық белдеуінде барлық нәрсе анықтау көрінеді. Теңіздің суы өзеннің суына қарағанда мөлдірлеу. Теңіз тасбақасы құрлық тасбақасына қарағанда жылдамдау. Тапсырманың орысша нұсқасы. Мәтінді тыңда, жүргізіп оқы. Бауыржан, сен не қарап отырсың? Мен сүңгуірлер туралы бейнефильм қарап отырмын. Теңіздің асты құрлыққа қарағанда әлде қайда қызықтау. Былтыр жазғы демалыста сүңгуір спортшымен таныстым. Ол маған ұлудың сүйегін сыйлады. Қандай керемет! Мен теңіз туралы көп білемін. Теңіздің беті жылы болады. 200 метр тереңдікте де күннің жарығы түсіп тұрады. Бұл жерді жарық белдеу деп атайды. Одан әрі 1000 метрге төмен жерде бұлыңғыр белдеу басталады. Көп нәрсе анық көрінбейді. Одан әрі 4000 метр тереңдікте ортаңғы белдеумен салыстырғанда қараңғылау белдеу басталады. Ол жерге жарық мүлдем түспейді. Одан ары 6000 метрге тереңдесеңіз, теңіздің түбі жақын болады.
Ол жер әрине теңіздің ортасына қарағанда суықтау. Мәтіннің орысша нұсқасы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.